Сәлеметсіздер ме? Бүгін біз сіздермен бірге дауысты, дауыссыз дыбыстардың қалай оңай жаттауға болады, сол туралы оңай лайфхактармен бөлісетін боламыз. Бәріміз білеміз, дауысты, дауыссыз болып бөлінеді. А дауысты, В дауыссыз деп айтамыз, бірақ оның ішінде міне тілдің қатысына қарай, бізде жақтың қатысына қарай бөлінген кезде біз оның қалай оңай жаттауға болатындығын білмей жатамыз, иә? Мен сіздерге соны қалай оңай жаттауға болатындығын қазір өзімнің лайфхактарымен бөлісетін боламын. Ендеше кеттік. Дауысты дыбыс жалпы қазақ тілінде нешеу? Жалпы саны бізде 9, иә? Маған мишкамен жазу ыңғайсыз болып жатыр. Енді қарайық, тілдің қатысына қарай, жалпы дауысты дыбыс дегеніміз не? Оны түсініп алайықшы бірінші. А дегенді дауысты дейміз, В деген дауысты дейміз, ал неге деп сұрақ қойған кезде біз жауап бере алмаймыз, өйткені оның ережесін білмейміз, иә? Түсінген жоқпыз. Жалпы дыбысты біз не істейміз? Д, мысалы, Д. Мен оны айттым, сіздер не істедіңіздер? Естідіңіздер. Дыбысты біз айтамыз және естиміз. Сол сияқты дыбыс қалай шығады? Бізде мына оның шығуына мойын, ішіміздегі мына өкпе, ауыз, мұрын қуыстарының барлығы жақ түгел қызмет етеді, иә? Тіпті ерін міне. Сонымен дауысты дыбыстың ережесі біздің өкпеден шыққан ауаның кедергісіз шығуы. Кедергісіз. Бұл жерде біздің кілт сөз кедергісіз. Неге? Мысалы айтып көрейік. Яғни біз оны айтқан кезде біздің әріптер созылып, ешқандай кедергісіз ауаға еркін шығып жатыр, иә? Ал енді мысалы дауыссызды алайық. Д, Р, Л. Біз оны айтқан кезде не істеп жатырмыз? Л деп созып айта алмаймыз, иә? Демек бұл кедергіге ұшырайды. Яғни дауыссыз дыбысқа қазір тоқталамыз. Оның ережесі өкпеден шыққан ауаның кедергіге ұшырауы болса, дауысты дыбыста керісінше өкпеден шыққан ауаның кедергісіз шығуы. Дауысты дыбыс бізде тілдің қатысына қарай, жақтың қатысына қарай, еріннің қатысына қарай деп үшке бөлінеді. Бірақ осының ішіндегі мына әріптердің қалай оңай жаттауға болатындығын, мынаны көргеннің өзінен сіздер уже жаттағыларыңыз келмей қалады, иә? Ал бірақ шын мәнінде оны жаттаудың оңай жолы бар. Ол тілдің қатысына қарай жуан, жіңішке болып бөлінеді. Жуан А, О, О, У. Оны барлық жаттауға қиын емес деп ойлаймын, барлығы біледі, иә? Жуан аты айтып тұрғандай, мына әріптердің өзі бір жуан айтылады, иә? Тілдің ұшы кейін тартылып дөңестенеді деген ережені жаттамай-ақ, жай А, О, дегеннен ақ түсінікті, иә? Әріптер айтқан кезде тіліміздің ұшы шынымен де тартылып, А үсті дөңестеніп айтылып тұр, иә? Енді жақтың қатысына қарай. Міне лайфхак осы жерде менде басталады. Жақтың қатысына қарай бізде ашық қысаң, неге жақтың қатысына қарай бөлінді? Себебі біздің жағымызға байланысты айтылған. Міне біздің жақ, иә? Бетіміздегі жақтың кейін ашылуынан ашық дейді, иә? Сіз оны жаттамай-ақ ашықты әріптерін жаттау үшін мына әріпке назар салыңыздаршы. А, У, Е. Бәрі бір-біріне қатты ұқсайды, иә? Неге? Өйткені бұның барлығы дөңгелектер. Мен өзім ашықты кезінде дөңгелектер деп жаттап алдым. Неге мен бұл лайфхактарды айтып жатырмын? Сіздер оны жай ғана жаттай салсаңыздар, бір күні болмаса бір күні ұмытылып кетеді. Ал егер оны сіздер ашық қысаң деп, ашық бізде дөңгелектер деп жаттайтын болсаңыз, онда сізге бұл мәңгі есіңізде сақталады. Қараңыздар, А, У, Е барлық шынымен де дөңгелек фигураларға ұқсайды. Ал қысаңның ережесі дауысын айтқанда жақ тар ашылады дейді. Оны жағымыз тар ашылып тұр ма, бұл өзі кең ашылып тұр ма деп ойланбай-ақ әріптерді жаттап алу үшін осында логикаға салсаңыз болады. Мысалы, А бұл ашық, неге? Өйткені бұл дөңгелекке ұқсайды. Бізде фигурасы міне басқаша. Демек бұл қысаң. Көрдіңіздер ме? Ашыққа бізде мына дөңгелектер жатса, қысаң қалғандары қысаңға жатады деген сөз. Міне жақтың қатысына қарай осылай бөлінеді. Келесі еріннің қатысына қарай. Неге бұл еріннің қатысына қарай деп айтылып тұр? Себебі біздің ерінімізге байланысты шығатын әріптерді еріндік және езулік деп екіге бөлген екен. Қараңыз, еріндік. Менімен бірге қайталап айтып көріңіздерші. О, В, О, У. Аузымыз, ерініміз алға қарай шығып кетті. О, В, О, У. Көрдіңіз ба? Ал езулік бізде езу аты айтып тұр. Атына да назар салыңыздаршы. А, Е, И. Көрдіңіз ба? Езу шығып тұр. Демек бұл бізде еріннің қатысына қарай осылай бөлінеді. Енді сіз бұны жаттамай-ақ жай өзіңіз тексеріп көріңіз. Мысалы, мен уже О деген кезде менің айтып тұрған сөзімнен ақ ерінім алға шығып кеткеннен аты айтып тұрғандай автомат түрде бұл бізде еріндік болады. Езулік
езуіміз шығып тұр, иә. Демек бұл бізде езулік болады. Мәселен, сізге сұрақ қою мүмкін. Дауысты дыбысты мысалы аны айт десе, сіз автомат түрде так, бұл дауысты, оның ішінде жуан, ашық және езулік деп айтуыңыз керек. Түсінікті ма? Сол сияқты так, бұл бізде жіңішке, бұл бізде дөңгелекке ұқсайды, демек бұл ашық, езулік, ернің астына қарай езулік деп бөлінеді деп бірден осылай жауап берулеріңіз керек. Сіздерге бұл оңайға енді соғады деп ойлаймын. Жаттаған кезде осы лайфхактарды міндетті түрде қолданатын болсаңыздар, бұл сізге есіңізге қалуға көмектеседі. Келесі дауыссыз дыбыс. Дауыссыз дыбыстың саны бізде 19. 19, дауыссыз дыбыс 9, бұл 19. Бұл да үшке бөлінеді. Қатаң, ұяң, үнді. 19 дауыссыз дыбыс, оның өзін үшке бөлген, иә. Бұл өкпеден шыққан ауаның кедергіге ұшырауы, иә. Енді қараңыз, бұнда да өте бір әріптер күрделі сияқты. Бұл жерде логикаға да соға келмейді, иә. Бірақ мен оны сөз сияқты қылып жаттап алдым. Мысалы, ұяң. Ұяң БВГ-ды жаза. Кәдімгі мысалы арман, алды, берді деген кәдімгі сөз сияқты. БВГ-ды жаза деп кәдімгі сөз қылып жаттап алдыңыз. Жаңа БВГ-ды жаза. Сіз оны Б, Д, Ж, З деп отырмай, рет-ретімен БВГ-ды жаза деп жаттап алатын болсаңыз, менің ойымша қиындыққа келтіреді деп ойламаймын. Үнді. Үндіні енді бұл жерде реттілік сақталмаған екен, мен оны рилумының деп жаттап алдым. Рилумының деген кәдімгі бір сөз бар сияқты қылып жаттап алсаңыз, осылай өзіңізге оңай болады. Енді қатаң. Қатаң енді үнді мен ұяңды жаттағаннан кейін, қатаң уже түсінікті, иә, сізге ішінде қандай әріптер бар екендігі. Сондықтан дауыссыз дыбысты сіздер осылай жаттап алсаңыздар, бұл да сіздердің естеріңізде қалады. Қалай сіздерге лайфхак ұнады ма? Егер лайфхак ұнаса, мүмкін сізге әлі де түсініксіз болып жатса, комментарийге пікір қалдырып кетіңіз, және лайфхак ұнаған болса, тағы қандай ережелерді сізге оңай түсіндіріп берейін, қазақ тілінен қай ереже сізге қиын болып жүр, комментарийге қалдырып кетіңіз міндетті түрде, мен сол бойынша видеоролик түсіретін боламын. Ендеше сабағымыз осымен аяқталды. Сау болыңыздар.